Сәлем достар, бүгін сіздермен орешки, яғни жаңғақ печеньяларын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет жұмыртқаның 3 сарысы, 500 грамм ұн, 100 грамм қант, сода, тұз және де 200 грамм ертілген сары май. Жұмыртқаның сарысына қантты қосып, осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Қанты ерігенше миксерлеуіміз қажет. Одан кейін осы массаға ертілген сары майымызды қосамыз. Міндетті түрде суыған болу қажет. Оны да жақсылап араластырып, миксерлеп аламыз. Одан кейін жарты шай қасық содаға 9% уксусты, яғни үлкен қасықпен уксусты құйып араластырып аламыз. Осы сода мен уксусты және де жарты шай қасық тұзымызды жаңағы массаға қосып араласу үшін миксерлейміз. Ең соңында осылай 500 грамм ұнымызды қосып, алдымен осылай араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен илеп қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Одан кейін арнайы пешімізді қыздырып, қамырымыздан осындай шеңберлер жасап аламыз. Оны салып, қызарғанша, сарғайғанша пісіріп аламыз. Бізде осылай қызарғанша мен ұстадым, дайын болды. Ыстық, абайлап пештен аламыз. Соңына дейін осылай пісіріп шығамыз, қамырымыз біткенше. Және де мынандай артық жерлерін пышақпен қырып, массаны ұнтақтаймыз. Мынандай теп-тегіс етіп тазалап аламыз. Қайнатылған қара сгущенкамызды және де 100 грамм сары майды жаңағы ұнтақталған печеньялардың шеттерін араластырып, осылай крем жасаймыз. Дайын болған кремді жаңғақшаларымызға салып, жабыстырып шығамыз. Оны тоңазытқышқа саламыз. 3-4 сағат тұрған дұрыс.